Іле ауданында әйгілі композитор Нұрғиса Тілендиев атындағы аудандық мәдениет үйінің Байкент ауылдық филиалының салтанатты ашылуы өтті. Байкент ауылында бүгінде 20 мыңға жуық адам тұрады. Енді ауыл халқының мәдени өмірін жандандыратын жаңа өнер ордасы өз жұмысын бастады. Мәдениет ошағында 11 маман еңбек етіп, ауыл жастары мен тұрғындарының шығармашылық қабілетін дамытуға атсалыспақ. Мұнда әжелер ансамблінен бастап домбыра, дәстүрлі ән, би, вокал, сондай-ақ шахмат секілді түрлі үйірмелер ашылады. Алдағы уақытта өнер ордасында концерттер, мәдени кештер мен түрлі рухани танымдық шаралар ұйымдастыру жоспарланып отыр. Енді бүгінгі күн Байкент ауылының тұрғындары үшін ерекше күн, тарихи күн. Байкент ауылының жұрты, халқы көптен күткен бұл мереке. Байкент ауылының мәдениет үйі болып ашылып жатыр. Енді осы ауылдың бүкіл балаларын, талантты, өнерлі жастарын, үлкен кісілерді, аталарды, әжелерді үйірмелер ашып, халық үшін қызмет ететін рухани, мәдени ортаға айналады. Бұйырса, біз осы жолда қызмет етуге дайынбыз. Бізге бүгінгі күн өте тарихи күн болып есептеледі. Өйткені қуанышымызда шек жоқ. Мәдениет үйі өзімізге арнайы ашылып, жақсы қуаныш күндерін жаңа өткіздік. Біздің ауылымыздың талантты жастарына есігіміз ашық. Сол талантты жастарымыздың өнерлерін шоғырландыратын киелі мекен болуына біз сенеміз.